күн баршаларыңызға. Менің есімім Перизат, мен диетологпын, арықтау маманымын және де вакуум науле жаттығуларын үйрететін тренермін. Бүгін қыздар, көпшілік әйел қыздарды мазалайтын іш қату. Іш қатудан қалай бір жолата арыламыз? Міне осы туралы айтатын боламын. Және де сіздерге осы іш қатудан түбегейлі арылуға көмектесетін 7 кеңесті ұсынамын. Жалпы қыздар, іш қату оның негізгі себептері дұрыс тамақтанбау, суды өте аз мөлшерде ішу, және де физикалық белсенділіктің төмен болуы, және де асқазан ішек жолдарында ақау болған кезде көбінесе осы бізде іш қату пайда болады. Енді бұның себептерін түсіндік. Енді одан қалай арыламыз? Баршаларыңызды қинайтын, баршаларыңызды мазалайтын сұрақ осы. Осы іш қатудан оңай үй жағдайында арылуға болады. Ол үшін мен сіздерге 7 кеңесті ұсынамын. Дайын болсаңыздар, кеттік. Бірінші кеңес ол су ішіңіз. Яғни күніне 1,5-2 литр су ішуіңіз керек. Және де оны қалай ішесіздер? Таңертең аш қарынға 2 бокал жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. Күнде. Сосын әр тамақтанудан 30 минут алдын 1 стакан тағы да жылы су ішіңіздер. Яғни су біздің асқазан ішек жолдарының жұмысының дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Және де біздің ағзамыз 80% осы судан тұрады, қыздар. Жалпы қыздар, суды күніне 1,5-2 литрден ішіп отыруыңыз керек. Оның 70%-ын күндізгі уақытта, 30%-ын кешкі сағат 8-ге дейін ішіп бітірулеріңіз керек. Егер сіздер мұншалықты көлемде үлкен су іше алмайтын болсаңыздар, онда ақырындап бастаңыздар. Яғни аз-аздан, мысалы бір апта бойы 1 литрден ішсеңіз, келесі екінші апта 1,5 литр, осылай өздеріңіздің діттеген мақсаттарыңызға жетесіздер. Енді оны қалай ішесіздер? Ақырындап, аз-аздап, жаңағы ішкен суларыңызды ағзаға сіңірулеріңіз керек. Жалпы егер сіздер күніне 1,5-2 литр су ішетін болсаңыздар, сіздерде ешқандай да іш қату проблемасы болмайды. Келесі екінші кеңес ол сұйық тағам. Яғни рационға сұйық тағамдарды көбірек қосыңыздар. Және де мынау жейтін көкөніс, жемістерді шикі түрінде пайдаланыңыз. Олар сіздерде іштің, жеген тағамның дұрыс қорытылып, іштің дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Үшінші кеңес қызылша. Қызылшаны көбірек жеңіз. Яғни қызылшаны шикілей де, піскен түрінде де жесеңіз болады. Егер сіз қызылшаны үккіштен өткізіп, немесе блендермен езіп жейтін болсаңыздар, ол ағзаға оңай қорытылады, және де ағзаға оңай сіңеді. Және де қыздар, бұл қызылша бізде қанның құрамына пайдалы микроэлементтермен толықтырып отырады. Жалпы қызылшаны жегеннен кейін сіздер міндетті түрде, мысалы, жесеңіздер, жарты күнге жетпей, міндетті түрде сіздерде ағзаңыз жаймен тазалана бастайды. Яғни үлкен дәретке баратын боласыздар. Сондықтан да қызылшаны міндетті түрде күніне 1 қызылшадан жеп отырыңыздар. Одан смузи жасап ішсеңіздер де болады. Шикідей түрде майдалап турап салатқа қоссаңыз да болады. Немесе тамақ алдында жаңағы піскен қызылшаны 4-5 бөлікке бөліп, тамақ алдында соны жесеңіз де сіздің ішіңіздің дұрыс жүруіне көмектеседі. Келесі, естеріңізде болсын, қыздар, нан, тәтті тағамдар
ағзада толық сіңбейді, яғни ол ішекте қалып қояды. Себебі олардың құрамында глютен бар, ал глютен бізде оның қазақша мағынасы жабысқақ клей деген мағынаны білдіреді. Баратта ішек бүрлеріне жабысып біздерде запор туындатады, яғни іш қату проблемасын туындатады. Сондықтан да рационда нан және де татты тағамдар, яғни ұннан жасалған тағамдарды азайтасыздар. Есесіне көкөністен жасалған тағамдарды көбірек тұтыныңыздар. Сонымен бірге рационға клетчатка қосыңыздар. Клетчатканы кез келген аптекада сатады. Ол клетчатканы қалай пайдаланасыздар? Егер сізде созылмалы іш қату болатын болса, бұрыннан келе жатқан қанша жылдан бері осы іш қату сізді мазалап жүрген болса, онда жаңағы клетчатканы қалай пайдаланасыздар? Бірінші, оны пайдалану үшін таңертең бір стакан жылы суға бір ас қасық клетчатканы салып, жақсылап араластырасыздар да, соны аш қарынға қабылдайсыздар. Осылайша 10-15 күн қабылдап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде жаңағы іштің дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Яғни бұл тағам талшықтары болып есептелінеді. Жаңағы нан, тәтті, ұннан жасалған тағамдар бізде ішімізге түскеннен кейін жаңағы жабысқақ клей тәрізді ішек бүрмелеріне жабысып қалатын болса, алына тағам талшықтары қыздар, бұлар бізде жаңағыдай ол асқазанда толық қорытылмайды клетчатка, бірақ сол күйінде ол біздің ішекке түседі де, ішекте қалып кеткен ас қалдықтарын өзінің бойына сіңіріп, оны не істейді? Сыртқа алып шығады да, осылай сіздердің ішектеріңізді тазалап береді. Сондықтан да міндетті түрде клетчатканы рационға қосыңыздар. Егер клетчатка таппайтын болсаңыздар, онда оның орнын көк, жасыл түсті өсімдіктермен алмастыра аласыздар. Енді төртінші кеңес. Жалпы қыздар, сүт емес, айран ішіңіздер. Яғни сүт бізде ішті қатыратын болса, ал айран бізде ішті жүргізеді. Егер сізде созылмалы іш қату болса, онда айранды былай қабылдайсыз. Бірінші, бір бокал айранға бір шай қасық зәйтүн майын немесе зығыр майын қосып араластырып ішетін болсаңыздар, іштеріңізді сылдырлатып тазалап береді. Яғни іштеріңізді кәдімгі сыпырып тазалайды. Бұны мысалы жатар уақытта жасағандарыңыз дұрыс, немесе жаңағы үйде болған кезде жасағандарыңыз дұрыс. Егер көшеге шығар алдында жасайтын болсаңыздар, ыңғайсыз жағдайға тап болуларыңыз мүмкін. Сосын келесі кеңес, ол 6-шы кеңесіміз бізде, ол қара өрік, слива деп айтылады ғой, қара өрік, сары өрік, кепкен өріктер, мейіз, міне бұлар да іштің дұрыс жұмыс жасауына, яғни іштің дұрыс жүруіне көмектесетін көмекші құралдар. Және де қыздар, саумал, қымыз да іштің дұрыс жүруіне көмектеседі. Енді біздегі 7-ші кеңес, ең керемет кеңес, осы іш қатудың нағыз дәрісі десек те болады, бұл сары су. Сүтті ұйытқан кезде бетінде сары су түзіледі. Сол сары су нағыз осы іш қатуды емдейтін керемет дәрі деп аталады. Яғни, егер сіздерде осы іш қату созылмалы болатын болса, онда сары суды қалай қабылдайсыздар? Бірінші, бір бокал сары суды тамақтанудан 15 минут алдын ішесіздер. Тамақтанып болғаннан кейін 15 минуттан кейін тағы да бір бокал сары су ішесіздер. Ол сары суды қалай аласыздар? Оны тек кәдімгі қолдың, яғни домашний айраннан ғана алынады. Сондай домашний айранды алып, марлы матаға немесе бір қалташаға құйып, сүзіп, сары суын бөлек сүзіп аласыздар. Сол сары суын сіздер кез келген уақытта ішуге болады. Ол әсіресе асқазанның, ішек құрылысының дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Оның құрамы майдан және де майда микроэлементтерден тұрады. Ол ағза үшін өте пайдалы. Және де осы жерде бір лайфхак айтып кетейін қыздар. Сары су бізде нағыз
коллагеннің де протеин ақуыздың да нағыз қайнар көзі. Яғни сарысу сіздерде терінің де сапасын жақсартады. Яғни біздегі табиғи коллаген деп те атасақ болады. Сондықтан оны міндетті түрде әрбір әйел адамы ішулеріңіз керек. Яғни оны қаншалықты ішесіздер? Жаңағыдай сарысуын қыздар қалташаға құйып сарысуын алғаннан кейін оны кез келген уақытта іше бересіздер. Және де тамақтанудан 15 минут алдын, тамақтанып болғаннан кейін 15 минут кейін ішесіздер. Жалпы қыздар, іш қату бұл жай ғана ауру емес, ол өте үлкен аурулардың себепшісі. Себебі іш қату ол біздің ішектің дұрыс жұмыс жасамауының сіздерге беріп жатқан сигналы. Одан дер кезінде айықпасаңыздар, ертең үлкен аурулардың себепшісі болуы мүмкін. Себебі сіздің жеген тағамдар бар ғой, біздегі кез келген жеген тағамдарыңыз, макронутриенттер, микронутриенттер, одан қалды ішіп жатқан витаминдеріңіз біздің осы ағзаға сіңуі үшін асқазан ішек жолдары дұрыс жұмыс жасау керек. Егер олар дұрыс жұмыс жасамайтын болса, сізде созылмалы іш қату болса, онда сіз жай ғана барып туалетті байытып жатырсыз деген сөз. Сондықтан да міндетті түрде осы іш қатудан біржолата айығып, сосын барып витамин ішетін болсаңыздар, витаминдеріңізді жаңағы дәрігер жазып берген дәрілеріңіз болса, соларды ішкендеріңіз дұрыс. Яғни іш қату болса, оған немқұрайлы қарауға болмайды. Себебі біздің иммунитеттің 70% осы ішек құрылысында қалыптасады. Сондықтан да егер сізде ішек құрылысы дұрыс жұмыс жасамаса, онда иммунитет те міндетті түрде әлсіз болады, ханымдар. Сондықтан да мен айтқан осы 7 кеңесті жасаңыздар, іш қатудан біржолата арылыңыздар. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментке жазыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Менің каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Осындай сіздерге пайдалы ақпараттар міндетті түрде салып отырамын. Егер осы менің видеом ұнаса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Баршаларыңыз сау, сұлу, сымбатты болыңыздар.